Біз қазақ мемлекеті осы көп бір сабақтастық принципі біз біраз алпауыт мемлекеттердің кезіндегі мұрагеріміз. Ғұн мемлекетінің, түркі мемлекетінің, соның ішінде бүгінгі күні біз әлі де сол Шыңғысхан көтерген Шыңғыс империясы, соның ішіндегі Жош ұлысының деректерде Алтын Ордадегі сол мемлекетінің мұрагері ретінде өкінішке қарай өзіміз әлі танымай келе жатырмыз. Өйткені сол Алтын Орда ыдырап, бірнеше хандыққа ыдырады. Қазан хандығы, Астрахан, Қырым, бірақ негізгі Жошының жатқан жері Ұлытау. Батыйдың батысқа шыққан осы Ұлытаудан осы Жош ханның ұлдарының ұрпақтары бәрі де біздің қазақ хандарының хандары, соның ұрпақтары болып келеді. Бұл мемлекетшілдіктің хандық дегенде мемлекет деген ұғым, елді біріктіретін принцип, ұғым, құндылық. Сондықтан осыған қазір көп мән беріліп отыр. Бұны жолдауда осыны айтып кеткені кездейсоқ емес, саяси баға беріліп отыр. Сондықтан биылдан бастап мені ғалымдардың қолдауымен, соның ішінде мені Түрк академиясы қолдап жатыр. Біздің тарихшы институттарымыз, университеттеріміз бәрі қолдап, алғашқы конференциялар басталды. Биыл енді соны қолға алып, ендігі жылда үлкен, Құдай қаласа, Ұлытауда комплекс соғылу жоспарда Жошы ханға арналған, жалпы осы тарихымызға арналған ең бастысы туризм дамыту, этнотуризм дамыту. Сонымен қатар, сол жерде инфраструктура туралы айтып кетті президент. Жол мәселесі, ауылдарды дамыту. Міне бағана біраз мәселелер айтылды. Ауыл ел бесігі бағдарламасы елбасы бастаған. Оған да міне қосымша 90 миллиард қаражат бөлінді деп жатыр. Оның бәрі де ауылға абаттандыруға, көркейтуге, дамуға кетеді. Сонымен қоса, әрине президенттің алғашқы жолдауы болғасын, елдің арасында бір қызығушылық көп болды. Қалай болады екен біздің жаңа президентіміздің, екінші президентіміздің халыққа жолдауы шын мәнінде үлкен үмітпен қарадық, сеніміміз ақталды, біраз мәселелер көтерілді. Соның ішінде саясатқа байланысты нақты айтылды. Біз саяси реформадан ары қарай саяси реформаларды ілгерітеміз, дамытамыз. Бүгінгі күні саяси модернизация жасамай, экономика дамымайды деген тезисті айтты, мысалы. Ол бұрын біз айтылмай жүрген нәрсе, жаңағы Ерлан айтып отқан нәрсесі. Ол принцип міне бізде экономикасы дамып, енді ары қарай даму үшін саясатқа тіреліп тұр. Әлеуметтік мәселелерге тіреліп тұр. Ең бастысы бізде эффективный государство, тиімді мемлекет, ең басты принцип. Жұмыс істесе, оны жасау үшін жаңағы сайлау, лайықты елдің арасындағы беделді азаматтар көшеде шеруге шықпау керек, олар парламентте отыру керек, мәслихатта отыру керек, отырып сол жерде көтеру керек. Сонда елдің сенімі билікке деген артады. Сол туралы айтты. Бұл шын мәнінде саяси үлкен қадам, біз өзіміз бәрін ахуалды білеміз. Енді осыны ары қарай ілгерту, қоғам болып қолдау көрсету, ол біздің алдымызда тұрған парызымыз, міндетіміз. Соның ішінде әрине басқа да көп нәрселер айтып кетті, тоқтала бермейін. Жаңа әріптестерім айтты ғой, жаңа әкімдерді шын мәнінде бұл да бір алғашқы қадамы деп ойлаймын. Әкімдерді жаңағындай әлеуметтік сұрастыру, социаль опрос сияқты шын мәнінде. Болашақта біз әкімдерді сайлауға да келеміз осылай. Егер әкім елдің сенімін ақтамаса, елдің шынайы, тәуелсіз жаңағы социологтар опрос жасаса, сұрау елдің өзінің әкім емес, өзін отырып сұрайтын. Сырттан келіп, тәуелсіз, шын мәнінде оның беделі жоқ болса, онда ол әкімді босату. Солай бұл болашақта осы әсіресе елді мекендерді, ауылдарды, қалалардың әкімін болашақта сайлауға да әкелеріміз деген үмітіміз бар. Сонымен қатар және көптеген мәселелер айтылды. Соның ішінде шағын кәсіпкерлерге үлкен қолдау. 3 жыл салықтан босату. Ол шын мәнінде көптеген біздің аяққа тұра алмай келе жатқан микро, малый бизнес дейді ғой, жаңағы олардың осылай 3 жылға салықтан босатса, олардың көбісі қайда шоғырланған? Осы өңірлерде, олардың көбісі ауылдарда, қалаларда, жаңағы шағын алыстағы, бұл да үлкен региондарға қаншама қаражат бөлінді деп отыр. Сондықтан шын мәнінде осыны енді абыроймен іске асырсақ, үлкен президентіміздің сайлау алды платформасын іске асырады. Жалпы
Осы қыркүйек айында айтылғанда өте жақсы болды. Бірінші, екінші қыркүйек енді осыған байланысты үкімет қазір бюджет қалыптастырады. Алғашқы 3 жылға бюджет қалыптастырып жатыр, әкімдерде де облыстық бюджеттер қалыптастырып жатыр. Осының бәрін тапсырмаларды қазір бюджетке салып, міне ендігі жылдан бастап іске асыру болса. Сондықтан мемлекет тілі де президентіміз айтып кетті. Мемлекет тіліміз болашақта жаңағы ұлтаралық қатынас тіл дәрежесіне жету керек. Қазақ тілі бүкіл қазақтарды емес, Қазақстанда тұратын азаматтар біріктіретін тіл болу керек. Соған бұл да саяси мәлімдеме деп есептеймін. Осыны жұмыс істеу үшін бәріміз бірігу керек, қоғам бірігу керек, арнайы осыған бағдарлама жасау керек. Рахмет.